Солай айтып отқаным мынау. Балдарға шықпақ, мектептен шықпақ. Мен бүгін әдейі ерте келгем. Мына жүке, айт, сенің немере қайшыншы класста оқиды? Ай, класс деме? Сынып де, сынып. Адамды қорқытып сол мен бірдеңе болып қалды екен. Мына 40 жыл мұғалім болғаннан кейін, мына класс деп үйреніп кеткен, мен сол санымына тек үйренемей қойдым. Класс деген жақсы еді ғой. Класс не деген сияқты да? Сынып деген ше, сынып қалған сияқты да? Жоқ, қойып сынып жатыр ғой. Мақұл, мейлі. Сынып дей берейші. Сен немерең қайшыншы сыныпта дедің? 3-ші сынып. Жақсы екен. Бастауыш сынып екен ғой, жақсы болды. Бастауыш. Менің немерем 1-ші сыныпта. Енді мына келіп тұрғаным, ерте кетіп тұрғаным. 1-ші сынып жатыр екен ғой. Қоя тұрсың, мынау келіп тұрған мынау директорға ертерек келіп жолғайын ба деген. Өз келмей жетір еді, реті сен келіп қалғаның дұрыс болды. Енді екеулеп айтайық. Мына бастауыш класстардың ата-аналарының атынан келіп тұрмын да, ана программалар қиын болып кеткен. Ой, жаман қиын. Соны бір айтайық. Сен кімге айтасың? Директорға айтайық деп едің да? Керегі жоқ, сотталып кетеміз, керегі жоқ. Ой, мына өзің әбден сотталып, болмайтын нәрседен қорқа береді екенсің. Үндеме. Айтпаймын, әлесінен аулақ. Саған бірдеңе деп атқан жоқпын ғой. Сен айтсаң бүлдіретінді білем. Үндеме, қасында тұр, ата-аналардың атына дейміз да. Келе жатыр. Айтпаймын. Тұрсаң болды, келе жатыр. Бір ана ғой директор, бер шетінде келе жатқан. Мен сабақ берген бұған. Бұған сабақ берген кезінде. Нашарлап оқиды, қалай директор болып кеткен білмеймін, әйтеуір. Қазір енді директор болып кете беретін болды ғой. Ай, бала қалай? Саламатсыздар ма? Денсаулығың жақсы ма? Аман есенсің ба? Жағдайларың жақсы ма? Жақсы. Ай, мынау ата-аналардың атына келіп отырмыз. Өзіңе көптен бір жолға мәтірік аманаты бар. Мына кісіні таныдыңыз ба? Жоқ. Бұл ата-ана ғой бұл. Ай, Жүсіп Қарақшы деген көкең осы болады. Осы ма? Жазда босанып келген. Өмір бақи ол енді не бар? Енді айтайын деген былай айналайын шырағым. Барлық ата-аналар маған аманат қылып еді. Бай, мына бастауыш класстың сыныптардың программасы өте қиын болып кетті ғой шырағым. Осы жоғары жаққа айтпайсыңдар ма осыны? Енді аға, біздің бар ғой, өзімізде миымыз ашып кетті бар ғой, шын айтқанда. Өзімізде миымыз ашып кетті, дәл қазір оны қозғамай қойықшы. Ай, енді қозғамай қойды ғой. Олай мен кейін айтайықшы, оның үстіне комиссия келіп жатыр, комиссия. Қой. Қазір. Кім келе жатыр? Ұстазымын деп тұр ғой саған. Ұстазымын деп тұр ғой. Тыңдамайсың ба? Тыңдамағанда сіз не үшін эмоцияға берілу? Айт болайшы. Мен ешнәрсе... Сен жаңа үндемеймін деп ең, нағып бүйтіп кет. Мен ешнәрсе айтқан жоқпын ғой. Бағыл, қаяқтан келген ол комиссия? Комиссия жоғарыдан келген, Астанадан келген. Білім министрлігінен келген. Ойбай, айналайын. Баруға аяғымыз жетпей тұрады, айналайын. Бір сұрағым бар. Бір сұрақ қоям да қоям. Сотталып кетеміз. Қойшы, үндемейді. Тұрсын бұлай. Сен үндемесең мен ғой сөйлесен. Бұндай шанс бола бермейді, кеп тұрген ғой. Бір сұрағым бар еді, айналайын. Комиссияға ма? Енді... Ойбай, болмайды. Сен қорқма. Жоқ, аға. Мектебіңе қатысы жоқ. Жоқ, аға. Сенің директорлығыңа тіпті араласпаймыз. Аға, басқа сұрақ. мүмкін емес ондай нәрсе, мүмкін емес. Онда мынаған айтайын, қарақшы. Көшеде жаңа көрсететін нәрселерде. Айтшы. 2 минут жарайды, 2 минут. Көп емес. Жылдам, бірақ мектеп туралы айтпаңыздаршы, өтініш. Бұл өзіміздің көкейдегі сұрақтарым бар еді. Қазір түскі асты біз неде ішеміз? Ар жақта керемет манты дайындап қойды, одан кейін кешкісі міне директордың үйінен тамақ ішеміз. Қонақ қойдан жуасың. Қайда апарасыңдар, сонда ішеміз. Тамағы тоқ екен. Дәурен аға, біздің өзіміздің мектептің ұлағатты ұстазы болған ардагер ұстазымыз келіп тұр екен. Армысыздар? Мына кісі, не важно, танымаймын. Ата-ана! Бір ауыз сұрағы бар екен, сол мүмкін болса. Армысыздар? Беркел, інім, бауырым, беркел. Ой, өзіңді бір жолықтырамай жүрек, жақсы болды, өзі кеп қалып ауылға дұрыс болған екен. Қайсысынан бастаса екен, сұрақ көп менде енді. Қара жерге келмей қалған, бұлай қалай. Жоқ, кеп бастамыз керек. Мынау жылда қабылдайтын жаңа бағдарламаларыңа таңғалып, тамсанып тұрған жағдайларымыз бар. Енді біз мына халықтың болашағы үшін, жастардың болашағы үшін түнімен ұйықтамаймыз ғой біз. Түнімен жаңа бағдарламаны ойнап отырамыз.
Иә. Бізде ұйықтамай жүрміз сол. Сіздер не yapıyorsunuz? Түсінбей жатырмыз да бағдарламаны, түсінбей жатырмыз да біз просто. Қиын болып жатыр да, балдарына оқытамай жатыр да бәрі. Сен енді, сен мына қарашы, сен қалай сол бағдарлама, шығарған бағдарламаң қалай өзі? Айтшы қалай? Жақсы, керемет. Жақсы керемет пе сол? Иә. Қалай керемет, жақсы? Қаяқтан білдің? Мен енді тек осы ауыл емес, кез келген көп ауылдарда бардым мен. Аудандарға барып жатырмын, облыстар тексеріп барып жатырмын. Барлығын айтамын қандай? Керемет. Міне. Одан сұрама, ол айта береді ғой керемет деп. Қалай? Ол орнына түсіп қалмас үшін не айтпайды ол? Жоқ, ол орнынан емес, былайша да керемет. Өзімізге де ұнайды мысалы. Иә? Керемет па? Жақсы, керемет. Керемет па? Иә. Бә керемет. Ана башыла керемет. Бара. Тұрбай. Кім мына кісі? А? Танымайсың ба? Жоқ, кім бұл? Ұлағатты ұстаз, ардагер, орден медальдарын көрдіңіз бе? Депутат болған кезінде ол кісі білдің бе? Сонда үлкен кісі бола тұрып маған қазір не көрсетіп тұр бұл кісі? Көрмей қалдың ба не көрсеткен? Не көрсетіп тұр бұл кісі маған қазір? Үлкен кісі бол. Өйтіп көрсетпесе давлениесі көтеріп кетеді ол кісінің. Давлениесі нормальный болып қалды қазір, жақсы қазір. Денсаулығына жақсы. Не көрсетеді? Не көрсетіп тұр енді, ұялмаймын, не көрсетіп тұр? Көрмей қалдың ба? Менің деді ғой. Ішке кірейікші. Тоқта. Тоқта. Қой, апа. Бер қара. Айтса жоқ. Мен сұрақ қойған жоқ. Қорқытып жатсыздар ма мен? Тұр. Жоқ, қорқытып жатқан жоқ, шағым. Айтпаймын. Келіп қалдың ғой. Жоқ, мен қайдан келген білесіздер ма сіздер? Біліп тұрмыз ғой, қаяқтан. Мен айтты ғой жоқ, тұра тұр. Бір сұрақ. Сұрақтарды қойған жоқ. Жылдам айтыңызшы, айқайламай сөйлеңізші сосын маған. Қалай айқайламай сөйлейсің бе? Нервіміз қосып кетіп. 40 жыл мұғалімбіз, көресің сонда. Бер қарашы, мынаны түсіндірші маған. Сенің ана жаңа программаңа біз түсінбей жатырмыз. Біз өстіп түсінбей. Тұра тұр. Соны түсіндіріп берші, соны. Мағынасы не өзі? Оның мәні не? Мағынасы не ол? Түсіндірген жоқ, мына кісі түсіндірген жоқ па сізге? Ой, ол өзі түсінбей жүр ғой. Не айтып тұрсың? Қойса. Ешкім түсінбейді, сен өзің жазған екенсің ғой, өзің түсіндіріп берші. Жарайды. Мен қалған ата-анаға мен өзім түсіндірем, мақұл ма? Айқай бермейші аға. Мақұл, сен түсіндіріп бер маған. Тыңдайық. Айтасың, түсіндіресің ба? Түсіндіреміз, Тыңдайық. Айтпаймын. Ештеңе демеймін. Айтпаймын, тұрамын. Айтсын. Білім берудің жаңа стандарттарын әзірлеп, заманауи ресурстарды қолдана отырып, пәнаралық үштілділік құндылықтар, 21 ғасыр дағдыларын дамыту, әр оқушының жеке даму траекториясын құрастыру арқылы білім беру бағдарламасы мен білім беру мазмұнын жаңарту. Міне. Түсінбедім. Сіз түсінген шығарсыз сен. Жоқ, түсінбей жатырмын. Қалай түсінбейсіздер мен? Қазір ғана оқыдым ғой сіздерге. Білім берудің жаңа стандарттарын. Тұра тұр. Інім, қоя тұр. Оқымай-ақ қойшы. Өзің жазғасын. Бұлай түсіндірші. Не ол? Мағынасы не? Оның мәні не? Түбі не болады? Қарамаса жырағым. Айтшы. Бұлай түсіндіргенде осыны айтам ғой, мен былайша айтқанда да осыны айтам ғой. Тыңдаңыз міне, білім берудің. Қойсан аны. Өзің қашын көді. Айтсай бұлай. Білім берудің. Қарымыз ана қарай. Шпаргалкымен өткен бері ол. Айтса ба, түсіндіріп айтса бізге, нақты айтса. Жарайды, айтамыз, ашыламаңыздар, айтамыз. Білім берудің стандартын әзірлеп, Заманауи ресурстарды пәнаралық үштілділік құндылықтар, тілділік тар траектория. трактор. Қандай трактор? Дісіма, қасымсотта айтса ба, мынауын қандай еді ма? Сен бері қара, сен өзің түсінбей отырсың. Жұрт қалай түсінеді? Немене бұл программаның? Бір баламыз, менің балам бірінші сыныпта оқиды, бері қара. Тыңдап ал. Сен ана жоғары жаға жеткіз. Менің немерем бірінші сыныпта оқиды. Келін мұғалім мектепте. Соған сабақ үйретуге уақыт жоқ. Соны біз үй ішімізбен жабылып, ананың сабағын оқытамыз. Түк түсінбейміз. Кейін бәрі бір-бірімізге телефон соғып шығамыз. Ананың шешімі қалай болды? Ананы қалай түсіндірдіңдер? Бөкіл ауыл бүйткете берсек, республика сөйлесіп кетеміз-ау. Бір класс, бірінші сыныпта. Қонақта отырып жөндеп әңгімелесем ағылды ғой қазір. Қонаққа барсаң болды, әңгімеде ілік шығып кетеді дағыны. Ана есепті қалай шығарып атсыңдар, мына есепті қалай шығарып атсыңдар. Әңгіме сол қазір. Өткенде құдалық шақырдық. Құдалық бастала бере, бір сондай әңгіме айтып қалды да, есеп туралы әңгіме айтып қалды даған. Құдалықтың аяғына дейін ашық сабақ болды.
Бастауыш класс. Құдалық болған жоқ, бастауыш классын ашық сабағы болды. Көрдіңіздер ма? Вообще түсінбейсің. Балалармен бірге сіздердің де білімдеріңіз көтеріліп жатыр. Ей! Сен мен білімді көтерейін демессің ба? Қарасаң орденге қарасаң. Өзіңнің білімді көтеріп ал, сен білдің ба? Сен ана жаққа айтып бар. Ескереміз. Айтпа қайда? Айтпа қайда? Әлпе қайық ет қап. Ой, сен түрмеде жүргенде бұлар әліппен жоқ білген, білдің ба? Әліппе жоқ қазір, Не дейді? әліппе жоқ. Денің сау ма сен? Ашуланбайық шағын. Жоқ. Әліппе болмаса Сауат бала ашу- қалай оқиды? Сауат- Денің сау ма сен? Сауат ашу Мен бар. қылмыскермін ба десем, менен өткен қылмыскер тұрған еді. Сауат ашу бар, ішінде барлық бар, аға, уайымдамаңызшы. Біз сауатсызбыз да сонда, Сен жоқ. сауат ашуды сауатсыздар оқиды, білдің бе? Әліппені бала оқиды. Сен өзің сауатында ашу. Анатылы қайда? Айқайламайсың. Анатылы қайда? Ей, тоқта сен сөйлемейсің. Анатылы қайда? Елімді көтеріп тұр да, просто. Анатылы қайда? Сауат ашу бар. дейді. Анатылы қайық етқан. Бері қарашы. Әлі миы қатпаған бала. Қазақшада толық сөйлемейді. Соған нағып, үш айнаса сорпасы қосылмайтын ағылшын тілін қостыңдар сендер. Ана бала миы қатпаған ғой. 100 қайнаса десе, 100 қайнаса сорпасы. Жоқ, енді қазіргі балдармен сіздер бұрынғы балдарды салыстырмасаңыздаршы. Қазіргі балдардың милары дамып кеткен қазір. Қолына сотканы беріш, компьютерді шашады қазір. Милары дамып кеткен қазір. Дамып кеткен, бері қараса. Сол дамып кеткен, ана соткымен компьютеріңді жапондар шығарды ма? Жапондардан үйрендіңдер ғой. Ей, сен тақаса үйренбейсің ба? Сондай бәлесін үйрен. Ей, жапондар бүйтеді, бері қарашы. Бала 7-ші класқа барғанша, басқа бірде-бір тілде оқымайды. Өзінің жапон тілін үйренеді, жырын жаттайды, содан кейін бар басқа тілде рұқсат береді. Ал оқытпадың ба сен? Айтса. Олай болса, бізге жапон тілін ендірейік та бізге. Ақмақ. Мынаны енді соны ендіреді ғой. Өткенде Қытай тілін енгізейік деп еді біреулер. Деген Ей, ана пән көбейіп кетті ғой сонда. Тану деген немене? Логика деген қандай пән ол? Бірінші сыныптың балдары логика сұрақтарының бәрі біз ана мектепте жүргенде 5 жерде қоятын сұрақтар. Ана КамАЗ бен жеңіл машина жарысса қайсы созады? Немене мен? 5 жерде емес. Бізге түскен жігіттердің жаңадан келген кезде солар оқыған. Түрменің сұрақтары ма? Қолда бар ма? Кесім кітапта бар еді бұл. Оқыдың ба? Қояйын ба біреуін? Оқыдың ба соны? Оқыдым ба? Қояйын ба біреуін? Қандай сұрақ? Бидеді. Саған қояйын. Жоқ, кітаптағы сұрағын өзің жазған десей. Бір сиыр 4 аяғымен тұрғанда 200 килограмм болады. 2 аяғымен тұрғанда қанша килограмм болады? Бұлардың жазғаны ғой, логикада. Айтшы. Айтады. 4 аяқпен тұрғанда 200 болса енді 2 аяқпен тұрғанда 100 болады да енді. Басқа не болады? Ақмақ. 80 болады, 80. Енді қанша болады? Ақмақ. Жоқ, 80 емес 100 болады. Сиыр тараздың үстінде 2 аяғымен тұра алмайды ғой ол. Сұрақ қарасай бұны. Жарайды. Оны бала түсінбейді бала. Қалған әңгімелеріңіз кейін айтасыздар енді. Қашан кейін? Өлгенде айтамыз ба? Әлде бәрі біткеннен кейін айтамыз ба? Мынаның тілін 3-ге бөлу керек еді, тілеп тұтпаса. Ақыры 3 күнде қоймай жүр ғой бұл. Бер қара, тыңда. Бер тұр. Бана көкең ашып келсе бұл тіпті жаман болады. Менің енді бір айтарым, мынаның бәрін айтып барда тағы бір айтарым. Ескереміз. Келін, үйде келін, мектепте мұғалім. Оған жазбашы. Жазып алыңдар да шығарып беріңдер. Жазып алғанда не істейін деп тұрсыңдар сендер? Жоқ, шығарып беріңдер, шық десек шықпайды. Жаным ашып өлетін болды. Таңертең сағат 7-те кетеді. 9-9-9-да келеді. Қағаз басты болды. Жұмысың өте көп. Тыңдап ал. Қағаз шығарама несі? Сен түсінбегеннен кейін тұра тұршы, мен мұны қой болай тұра. Сонда би ашып, баласы да сабақ үйрете алмайды. 9-да үйге келгенде келін бейшара бүйтіп қайға келген білмей бүйтіп деп тұрады. Жанымыз ашып кетеді. Не болды келін-ау, не болды, не қыласың деп сөйтіп отырсай деп сөйтсек. Жоқ, балалар дейді, үлкен үзіліс далаға шығыңдар дейді. Бәріміз далаға шығып кетеміз. Қой, келін ашып. Ой, өткенде мына қарашы, жаным ашып келіні. Жылағым келеді. Бір молданы шақырып Құран оқыттық үйде. Ана бейшара молда ұзақ сүреден жіберіп, ау мен деп біткеннен кейін, ал келін не қыласың, жинайсың ба десем, жоқ оқушылар қайталаңдар дейді. Қайтадан Құран оқып шықтан болды дейді. Бұл не бұл?
Ha? Bol geldi, sumduk bulmadır, sumduk bulmadır. Senede bir ötünüş. Kirağım ötünüş. Mektep soğuk bastınlar, rahmet mektep. 100 mektep 100 euro koyuyorsun. Rahmet onu. Ağa, abetke barу керек еді, ағаның ят болды. Енді өтініш бері қара. Ана комиссияны көбейте бермеңдерші. Сен өзің келсең келе бер. Қалған немене комиссияны? Үйден тұқымады қойбайсың. Тамағаны қыл. Кеше ғана кел манты жасап атқан. Көптен бір манты жемемек. Қуанып қойырма жақсы болды ғой деп. Үйде келін әкемеді, ұмытып кетті ау дедік. Өзі жаңа ми ашып жүр ғой. Біз де ұйықтай салдық. Таңертең береді жар дедік. Таңертең намазға тұрсам, бейшара келін жетте кетеді ғой. Тұрып алып, ана табаққа орап алған кетіп тұрады. Сосын, ай деп, балдарға дебім, жоқ деді, кешіріңдер деп. Комиссия келген соған кетіп тұратымыз дейді. Аузымыздағын жіліп жейтін болып тұр ғой. Мынау жеген ба сонда? Егерде осыған кетіпті ғой. Біз манты емес, палау деп айтқанбыз. Сен енді мен жаңа айтатыным, жоғар жақа. Мұнан бәрін айтасың ба, айтпайсың ба? Сен айтпайсың оны, біліп тұрмын. Сен бүйтші. Ескереміз. Ескертсен бұлай қыл. Мектептің қасынан жындыхана соқсын. Не үшін? Ана мұғалім бейшара пенсияға шыққанда, я білі жындана тұр. Бірден ананың ішіне кіргіз бересіңдер ғой. О, ақымақ күлі қор. Сен омысқа бар, мақым ба? Ана жындыханада жатсаң мұғалімдер ұрып өлтіреді сені. Сіз сол астанада қаларсыз деп мен ойлаймын. Жарай ма? Болсын. Енді қайтыңыздар, сіздер де қайтыңыздар, бізде қайтайық. Біздің қаншама қағазымыз бар, қаншама жұмысымыз, отчеттарымыз бар. Қайтпаймыз. Неге қайтпайсыздар, неге Неге келдік біз, немеремізді мектептен күтіп тұрмыз. Құра бересіздер, неменесе күтесіздер. Олар адасып кетеді дейсің ба? Ауылына кете береді ғой, үйлеріне кете береді өздері. Немене кетесіздер? Соларды осы ауылда адасып кетеді деп тұрсың ба сен? Немене кетесіздер, қайда? Сүңгісі ауыр ғой. Сіз күрішпіз ғой екенбіз. Кемпір шал келеді. Көтер алмайды сумкасы. Шығарған кітаптарыңды білесіңдер ма? Жападай кітап шығарады. Жоқ, сіздер 15 килограмм кітап. Жоқ, Кітап шығарады. сіздерде қызықсыздар, арнайы сондай сөмкелер бар ғой, доңғалақтары бар сөмкелер. Сүйреп жүре бересіздер ғой. Неге сондай қалада тұрсың ба? Сен ауылда тұрған жоқсың ба? Ауылда тротуар бар ба? Сонда сөмкеге батпақ болып жүреміз. Баяғыда кітап, бір жапырақ кітабы, бір жапырақ кітаптың бар ғой, бір жапырақ дәптер, қазір кітап қандай болса дәптерді сонда ғой. 15 килограмм, 20 килограмм, не деген сұмдық ай? Баланың грижа болады бала. Мен бала немеремен ата деді көрдің бе? Құлады ғой. Қайтып құламайды, ай сұңғысы ауыр ғой. Қай құлады ғой. Деп бұлайғыша балама жаным ашып. Сенен келген бір жақсылығың болсын. Сол соң бұл үйге дейін көтерсіп баш. Өзіңнің программаңның қанша ауыр екенін сонда білесің. Жарайды. Жоқ, қойыңыздар, ят болады. Бой өспей қалады, баланың бой өспей қалады. Қойырынағында ят болады, қойсаңыздаршы. Қоймаймыз, Жоқ, қойсаңшы аға, енді. Давай, жүр. Енді ыңғайсыз. Бол. Жүр. Сен менің баламды көтеріп. Қай баласы?